Сәлем оқырман, бүгін сіздермен бірге уйгурский мантыны жасайтын боламыз. Менің алғаш рет жасауым, сол үшін кеткен қателіктерді айтатын боламын. Видео соңына дейін менімен бірге болып, подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Мантыңыз кафедегідей ерекше болсын десеңіз, осындай уйгурский мантылар жасасаңыздар болады. Ол үшін бізге қажеттісі 1,5 бокал су, 1 жұмыртқа және 1 қасық тұз. Ең басты ескеретін жағдай, қамырыңыз жұмсақ немесе қатты болмау қажет. Жұмсақ болса формасын ұстамайды, қатты болса қамырдың жайылуы қиын болады. Себебі сіздер көп қамыр жаятын боласыздар. Мінекей қамырым менің жұмсақ да емес, қатты да емес, орташа болып шықты. Және де тоңазытқышқа жарты сағат салып аламыз. Ал ол уақытта өзіміз картоп пен пиязымызды турап салмасын дайындайтын боламыз. Бізге қажеттісі 4 дана пияз және 2 картоп. Фарштарыңызды қалауларыңызға қарай қоссаңыздар болады. Мен 2 листі жасадым. Ал сіздің жанұяңызда адам саны көп болатын болса, осыдан 2 есе етіп жасасаңыздар болады. Ал мен қамырын жайып бастадым. Бұл жерде менің кеткен ең маңызды қателіктерімнің бірі, қамыры қалың болып жайған екенмін. Ал сіздер қамырын жұқа етіп жайыңыздар. Қамыры жұқа болған сайын мантыңыз әдемі бола түседі. Және де тағы бір айта кететін жағдай, салмасы көбірек салған сайын сіздің мантыңыздың түрі әдемі болып шығады. Және де түйуі оңай емес, қиындау. Сол себепті адам көп болатын болса, сіздерге кеңес бермеймін. Осындай біздің әдемі мантыларымыз дайын болды. Салмасы көп болған сайын томпақ әдемі болып шығады. Менен кеткен қателіктерді ескере отырып жасасаңыздар, мантыларыңыз міндетті түрде әдемі болып шығады. Пайдалы болса, подписаться батырмасын басып, қолдау ретінде лайк басып кетіңіздер.